Қызым, мына суретте не көріп тұрсың? Кемпірқосақ. Кемпірқосақ, иә. Кемпірқосақты біз қай кезде көреміз? Жаңбыр жауған кезде көреміз. Иә, қызым, дұрыс айтасың. Бұл кемпірқосақ көктем, күз, жаз мезгілдерінде ақ жаңбыр, нөсер жаңбыр, соқыр жаңбырдан кейін пайда болады екен. Кемпірқосақта қандай түстерді бар екен? Қызыл, сары, жасыл, көк, қою, күлгі. Иә, қызым, бұл 7 түрлі түстен пайда болады екен. Осы кемпірқосақты біз үйде зерттеу жұмыстарын жүргіземіз, яғни осы түстерді жинақтап шығарамыз. Кемпірқосақты жинау үшін қызым бізге 4 бөлме температурасындағы жылы су қажет екен. Түрлі түсті гуашамыз, шприціміз және күнделікті пайдаланып жүрген қантымыз қажет екен. Осыны мына бос бокалға қазір кемпірқосақтың түстерін жинақтаймыз. Қызым, бірінші бокалға 1 қасық шекер сала қой. Кәнекей. Сал. Жақсы. Бұл ере берсін, иә. Екінші бокалымызға 2 қасық саламыз. Келесі бокалына 3 қасық саламыз. Бара-бара 1 қасықтан біз не істейді екенбіз? Саламыз. Қосып отырады екенбіз, иә? Яғни ең соңғысына 4 қасық салады екенбіз. 1, 2, 3, 4. Енді осылардың барлығы бізде жақсылап еру қажет екен. Ал қызым, мына бір түрлі түсті гуашаларды біз салып, жақсылап ертіп алдық. Енді осы мына бос бокалға жинақтайтын боламыз. Ал қызым, біз зерттеу жұмыстарын аяқтадық. Зерттеу жұмыстарында не пайда болды бізде? Кемпірқосақ. Яғни 4 түрлі түспен біз кемпірқосақты жинақтап шығардық. Иә.